6 әйел, 6 түрлі тағдыр. Әрқайсының тартқан тауқыметі, қиындыққа қатпарланған ғұмыры бар. Жанарларын қайғымен мұң қаптаған олар жан сырын шағын мейрамханаға келіп жайып салады. Мұндағы тыңдармандары, көрермендері. Соңғы қоңырау күні түскен. Қараңыздаршы. Жоғалғанға дейін бір жыл бұрын. Әдемі. Неге кафе? Неге бір дастархан басы? Әйтеуір біз қиналған сәтте бір жерге барып, бір адамның жан дүниесін серпілтетін, болмаса адамның жан дүниесіне әсер ететін бір жерде басымызды қосып әңгіме қозғағымыз келеді. Соны тыңдайтын адам керек, тыңдайтын құлақ керек. Қойылымдағы бірінші әйелдің рөлі Нұржамал Қаламбаева сомдайды. Театр сахнасында 18 жылдан бері қызмет етіп жатқан әртіске бүгін өзімшіл кейіпкердің образы беріпті. Яғни барын бағаламаған, жеке басының қамын күйттеген, жан жолдасының қадіріне жетпей өзге еркектерге көз салған әйел. Кейіннен өз қателігін ұғынып, пішайман күйге түседі. Алайда кеш болады. Әртіс осы рөл арқылы үйренгені, түйгені көп болыпты. Махаббат, үйлену тойы. Алғашқы неге түні есіңізде болар. Әсіресе тұңғыш аяғымның ауырлағанын білген сәтім есімнен еш шығар емес. Жүрегім түк-түк, түк-түк, түк-түк деп дүрсілдеп кет бергенде аузына шығып кете жазайтын. Қорыққан мен қуаныш бірдей демекші, миымның ұйып қалғаны соншалықты есімнен тана жазайтынмын. Болмашыға көз жасымды көл қылатын құрбыларыма қайран қалатынмын деп. Сол сияқты болмашыға көз жасымызды көл қыла бермеуіміз керек. Қадірімізді, тірі жүрген кезімізде қадірімізді білуіміз керек сияқты. Қасымызда жүрген жарымызды аялай біліп, бір-бірімізге де махаббатымызды сезіне біліп, балаларымызды, қыздарымызды бағалап, сол жағы маған тәрбие болды. Мен қазір былай жатқанда күйеуіме де ерекше көзбен қарайтын болдым дегендей. Әйел бақыты ең бірінші сенің отбасың. Мен түсінімше. Әйел сыры тәжікстандық драматург Барзу Абдразақовтың қаламынан туындаған әлем жауһарына айналған шығарма. Бүгінге дейін көптеген елдердің сахналарында қойылып, өз көрермендерін қалыптастырып та үлгерді. Бүгінде міне шырайлы өлкеліктерге жетіп отыр. Мұны қазақ тіліне тәржімалаған Сая Қасымбек. Алғашында былай қараған кезде форма санша көңіліме қона қойған жоқ еді. Оқи келе шын мәнісінде мен бір күннің ішінде аударып шықтым. Негізі әйел бақыты деген өте бір шын мәнінде бір миллионға бірақ қонатын бақыттау деп ойлап қалдым. Өйткені қарап тұрсаңыз, бұл әйелдердің бәрінің ішінде сол әйел бақытын таппағандықтан қасіреттер терең. Мен осы ойландырды. Неге? Осы бірнеше кейіпкер әйелдердің біреуінде әйел бақыты жоқ. Бұл не? Біздің тіршілікке келген бір рухани апат па? Әлде моральдық апат па? Әлде әлеуметтік апат па? Мен осы жаққа қатты толғандырды, сондықтан бұл өте актуальды деп ойлаймын. Бүгінге дейін театр тарихында Алақан сахнасында қойылым көрсетілмеген. Тың шығарманы көрерменге сәтті ұсынбаққа кеуделерін толқын іскерней тыным таппай ізденіпті. Нәтижесінде өнер ұжымы 2 ай бойы тер төгіпті. Бұл Алақан театры. Жан дүниеңді қозғаған кезде сенің осы жердегі 90 адам бола ма, 80 адам бола ма, соның 160-180 көз сол қадағалап отырады да, сол қадағалаған кезде сен енді өтірік айтуға шаман келмейді. Бұл актер, болмаса актрисаның шеберлігін шыңдауға өте үлкен мектеп. Әйел актрисаларға арналған драматургия жоқ. Бұл енді шын мәнінде әлемдік драматургияның жауһарларының бірі. Мүміндер, мүмін ер адам, мүмін әйелді жек көрмеу керек. Себебі егер оған оның мінезінің әлде бір тұстары ұнамаса, ол оның басқа жермен разы болған күйінде қалады. Ақиқатында Аллах сендерге әйелдеріңе жақсы қарауларыңды өсиет етеді. Бұл шығарма ендігі кезекте қараша айында көрермен назарына қайта ұсынылмақ. Адастырма, адал менің жолыма. Таңшолпан Шамбай, Мұрат Адинаев, Сұлтан Бақшанұлы, ТВК телеарнасы.